Үшкіл жүйкенің құрылысы 1 минуттың ішінде ал ендеше кеттік үшкіл жүйке жүйе немесе нервус тригеминиус ол 5-ші ми жүйкесі болып табылады және ол аралас жүйке болып табылады. Себебі оның құрамында сезімтал бөлігі және де қозғалтқыш бөлігі бар. Сезімтал бөлігі оның бет терісінен және тістерден, ауыз қуысынан, мұрыннан сезімдарды қабылдайтын болса, ал қимыл бөлігі бұлшықеттерді басқаратын болады. Нақтырақ айтатын болсақ, құлақ маңдақ және шайнақ бұлшықеттерін. Негізгі 3 тармағы бар ганглион тригеминальдан тарайтын. Ол бізде көз тармағы, жақ сүйек тармағы және төменгі жақ тармағы. Көз тармағы маңдай, көз, мұрынның үстіңгі бөлігінің терісінен сезімді қабылдайтын болса, жақ сүйек тармағы жоғарғы жақ тістер, бет, орта және мұрын қуысын нервтендіретін болады. Ал төменгі жақ тармағы ол аралас болып табылады. Алдыңғы екеуіне қарағанда төменгі жақ тармағы төменгі жақтардың тістерін, тілдің алдыңғы бөлігін және шайнау бұлшықеттеріне жауап береді. Қызықты фактілер: көз тармағы мен жақ сүйек тармағы тек қана сезімтал болып келеді, себебі оның құрамында тек қана сезімтал талшықтар бар. Көз тармағы фиссура орбитали супериор арқылы өтеді, жақ сүйек тармағы форамен ротундум арқылы өтеді, төменгі жақ тармағы форамен овали арқылы өтетін болады. Осымен бізде үшкіл жүйке жүйесінің құрылысы 1 минутта түсіндіру аяқталды. Қызық болса, түсінікті болса, комментарий жазып лайк басуды ұмытпаймыз.